Сәлем достар. Қазір Instagram қайнап тұрған кәсіп көзі. Онда тек қана танымал әнші актерлар ғана емес, өздеріне өзі имидж жасап жүрген адамдар қаншама. Олар барлығымыз білетін видеоблогерлар. Яғни мен. Біз ақшаны қалай табамыз, қалай оқырман санын көбейтеміз, сондай-ақ табыс әкелетін жарнаманы қалай жасау керектігін бүгінгі сабақта үйрететін боламын. Дайынсыздар ма? Кеттік. Вайнерлер. Өмірден алынған оқиғаларды теріп, оған қызықты қылып сценарий жазып, көрерменге ұсынады. Артынан лайк, комментарий, оқырмандар жинайды. Егер сенің де қолыңнан келсе, демек саған көп ұзамай жарнама да түсіп қалуы мүмкін. Біздің ең бірінші жарнаманың құны 5000 теңге болады. Сәйкесінше біздің оқырман саны да аз, 10 мың болды. Біз түсіндік. Демек өзімізге мақсат қойдық. Бірінші орында оқырмандар санын көбейту болды. Сондықтан жарнамаға тапсырыс алу үшін біздің оқырман саны 100 мыңнан асу керек болды. Ол сол кездің өлшемі бойынша. Демек, әлеуметтік желі арқылы жарнама жасап пайда тапқыларыңыз келсе, аудиторияларыңызды көбейтіңіздер. Аудиторияның санын көбейту, оқырмандар санын арттырудың көптеген тәсілдері бар. Олардың бірі нетворкинг. Мәселен, саған жазылған достарыңның парақшасында 300 оқырман бар. Өз тәжірибемізде біз олардың 10-на жаздық. Үшеуі бізді парақшаларына репост жасады. Нәтиже көңіл қуантпады. Айтарлықтай нәтижеге жету үшін біз 100 адамға жазу керек болды. Ал ол мүмкін емес. Сондықтан екінші тәсіл. Екінші тәсіл ол аудиториясы көп адамдарға жазу болды. 500, 600 немесе миллиондаған оқырмандары бар адамдарға дайректіне жаза бастадық. Олар әншілер, актерлар, КВН-да жүргендер. Біз оларды біздің вайндарымызды репост жасауға өтіндік. Парақшаларына салды, бізге біршама оқырман қосылды, бірақ нәтижесі әлде көңіл қуантпады. Біз іздеген аудитория олардың парақшаларында жоқ. Үшінші тәсіл. Бұл тәсіл мықты қаралым жинап жүрген пабликтардан жарнама алу болды. Біз заңғар екеміз стипендияларымызды қосып 25 мың теңгеге за тебя бәке сияқты үлкен пабликтардан жарнама сатып алдық. Олар бізді өз парақшаларына шығарып, кейін қыркүйекте біздің оқырмандар саны 100 мыңға жетті. Оқырмандар санын арттырудың тағы бір оңай тәсілі бұл өзің сияқты видеоблогерлармен бірігіп жоба жасау. 560 мың оқырман кезінде біз ЖК Фатбелімен бірігіп вайндар түсірдік. Нәтижесінде біздің 50 мың адам оған қосылды, ал оның орыс тілді аудиториясы бізге қосылмады. Бұл бізде нәтижесін бермесе де сіздерде пайдалы болуы мүмкін. Осылайша 4 жылда 800 мың оқырман жинадық, ал жарнаманың құны миллиондарға дейін көтерілді. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Үй тапсырмасын жасауды ұмытпаңыздар.